Бүгін коронавирус пандемиясынан сақтану мақсатында елімізде төтенше жағдай жарияланды. Осыған байланысты мемлекет басшысы халыққа үндеу жолдады. Бүкіл халықты жұдырықтай жұмылуға, сабыр сақтауға шақырамын. Бұл күрделі жағдайды бәріміз бірге еңсереміз деп сенемін. Халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біз біргеміз. Жарасқан, арманымыз таласқан, туған жердің шыңдарын көк аспанмен таласқан. Аймалаған күн нұры, лайланбасын тонығы, берік болсын мәңгілік тәуелсіздік тұғыры. Біз біргеміз, біз біргеміз, біргеміз, бірге тілегіміз. Елбасы тірегіміз, Елорда жүрегіміз.